Достар, сәлем. Бүгін ең оңай муравейник рецептісімен бөлісемін. 3 ингредиенттен тұрады. Чашаға ұн, сармай, қаймақ саламыз. Чашаның қақпағын жауып, 20 секунд 5 жылдамдықта араластырамыз. Енді қамырымыздан біркелкі шариктер шығу үшін 3 секунд реверс 3 жылдамдықта араластырамыз. Және соңғы рет 3 секунд 3 жылдамдықта араластырамыз. Небәрі 26 секундта қолдарымыз бүлінбей-ақ қамырымыз дайын болды. Міне осылай термомикспен уақыт үнемдеуімізге болады. Енді дайын тұрған қағазға қамырымызды осылай түсіріп аламыз, чашын төңкеріп. Қасықпен осылай бөліп, жайып қамырымызды. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 20 минутқа жібереміз. Қамырымызды жаймендеп екінші жағына ауыстырып, тағы да 5 минутқа салып жібереміз пешке. Қамырымыз дайын болды. Оны жаймендеп басқа ыдысқа ауыстырып, үстіне 1 банка сгущенка құямыз. Менде ПП сгущенка болды, яғни құрамында қант аз. Жақсылап араластырамыз. Дөңгелек болсын деп осындай формаға салып қойдым. Енді тоңазытқышқа жарты сағатқа я 1 сағатқа жіберіп алсаңыз болады. Небәрі 25 минутта біздің муравейникіміз дайын болды. Кез келген шайыңызды, дастарханыңызды сәндеп жібереді. Енді үйде не бар? Мак, дәндер, фрукты, ягоды сонымен сәндесеңіз болады. Ас болсын. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз.